Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз тирамису десертін пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен творожный сыр, сахарная пудра және 33% сливкимізді құйып аламыз өлшеп. Содан соң жақсылап тұрып массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Егер біздің кілегейіміз натуральный болса, көп араластырмауға тырысыңыздар. Массамыз біркелкі жұмсақ массаға айланғанша жеткілікті. Оған дейін біз бір кеңірек ыдыста 2 қасық кофемізге кез келген кофе растворимый түрін алып, оған қайнаған суды қойып, міндетті түрде салқындатып, ванночка дайындап аламыз. Кейіннен міне видеода көрсетілгендей савоярди печеньемізді алып, кольцоға әдемі етіп жинаймыз. Қант жағын үш жаққа ішке қарай қаратып, печеньемізді әп-әдемі етіп жинап шығамыз. Савоярди печеньесін біз кез келген кондитерлік дүкеннен таба аламыз. Осылай әдемі етіп кольцомызға орналастырып шығамыз. Негізінен сіздер қонақ дастарханына ұсынбасаңыздар, осылай кольцоға жинап міндетті емес, тек қана жай ғана бір шұңғыл ыдыстың ішіне жинап та торт жасауға болады. Бұл жерде тек қана бұл әдемілік үшін, декор үшін қолданылады. Келесі дайын болған суыған кофемізге савоярди печеньеларымызды қант жағымен, именно қант жағын алып, кофемізге аз ғана уақытқа батырамыз. Көп батырсақ, мүлдем печеньеміз езіліп кетуі мүмкін. Осылай видеодағыдай жинап шығамыз. Жетпеген жерлеріне мен біраз жерлерін сындырып, жеткізіп, негізі әркім өзіне байланысты мен печеньенің көбірек болғанын қаладым. Бірден тез-тез кофемізге матырып, осылай бірнеше қабат қып қаншаға креміміз, печеньеміз жетеді, солайынан қайталай береміз. Бұл десерт негізі 2 сағаттан артық холодильникте тұрса, бір күнге тұрса, кофенің дәмі сливкимен ерекше үйлесім беріп, өте дәмді болар. Сөзсіз бізге өте дәмді болды. Қайталап жасап көруге кеңес береміз сіздерге. Тортымыз дайын болғаннан кейін бетіне какао ұнтағын себеміз. Какао ұнтағы бұл тортқа ерекше бір дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Уақыт бөлгендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Наркөл. Уақыттарыңызды бөліп қарағандарыңызға көп-көп рахмет.